болған оқиға еді. Ашылған қайда кіп-кішкентай ескі жүк тұрған. Бізде оның қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: Сүйіп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ішікте кім бар? деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бұл ішікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін ешкім маңына секіріп бақа келеді. Сүйіп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ішікте кім бар? Мен тықылық тышқанмын, ал сен кімсің? Мен бақылдағым. Кел бірге тұрайық. Бақа бақылдап ешікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді ешік қасына ытқып қоян жетеді. Сүйіп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ішікте кім бар? Мен тықылық тышқанмын. Мен бақылдап бақам, ал сен кімсің? Мен қорқақ қоянмын. Кел бірге тұрайық. Қоян да ішке кіреді. Осылай үшеуі бірге мұсырай бастайды. Алыстан бұл ішікті түлкі кіреді. Ақырын басып жақын келіп тізесін қағады да: Сүйіп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ішікте кім бар? Мен тықылық тышқанмын. Мен бақылдап бақам. Мен қорқақ қоянмын, ал сен кімсің? Мен қу түлкімін. Кел бірге тұрайық. Ешіктен түлкіге де ұл табылды. Достар енді төртке болды. Ешікке тіл сауықтап, айналасына алақ жуақ қарап қасқыр жетеді. Ол есікті қағып тыңдаған даусымен: Сүйіп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл есікте кім бар? Мен тықылық тышқанмын. Мен бақылдап бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін, ал сен кімсің? Мен сор қасқырмын. Кел бірге тұрайық. Қасқыр қысыла қымтыра ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай ішке бесеуді сүйіп кетеді. Кәдеки достар, көңіл көтеріп ән салайық. Достарымыз, бірге әніміз, татулықпен ойнап күліп жайнап жанымыз. Келер гүлдерге, достарыммен жетеді бірге жүргенде. Дос, өмірдің бағы, сынбасын сағы, арайлапасын ақтанып. Дос, көңілдің күйі, өмірдің сыйы, кездесемін мен жиі. Асыр салымыз, ғасыр барымыз, білімнен биіктесін асыл салымыз. Біз үшін қымбат, қиялды шыңдап, өткен жақсы ата жетіп ертегі тыңдап. Дос, өмірдің бағы, сынбасын сағы, арайлапасын ақтанып. Дос, өмірдің күйі, өмірдің сыйы, кездесемін мен жиі. Жарайсыңдар! Бір күні жидек теуіп жүрген аю тұрғындарын салған әнін істейді. Ол ішке жақын келіп бар даусымен: Сүйіп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ішікте кім бар? Мен тықылық тышқанмын. Мен бақылдап бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Мен қолбанбай аюмын. Кел бірге тұрайық. Аю ары-бері тымбандап ішке кірмекші болады. Бірақ оның басы еңгіменен денесі сыймайды. Алмалы таусыған аю: Ендеше мен ішіктің шатырына шығайын. Жоқ,
қоңғаспайды. Кішкентай ешкінің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю құрбандап ешкінің төбесіне шығады. Соңға екен ескі ешкісі құрғап шашып қабады. Тұқырау ұшқан, бақылдау бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр. Барлығы аман есен ешіктен шығып үлгереді. Аю ренжімейді. Қайта барлығы бірігі бөлінелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жап-жаңа ешкі тұрғызуға кірісіп кетеді. Осылайша достар, өздеріне әп-бәлеме жап-жаңа ешік соғып апты. Осымен біздің ертегіміз аяқталды. Рөлде ойнағандар: автор рөлінде Төлеутай Бекзат, Тышқан рөлінде Оспанова Аиша, Бақа рөлінде Айтмұхамед Тамирис, Қоян рөлінде Айтмұхамед Айханым, Түлкі рөлінде Өмірза Қайданым, Қасқыр рөлінде Жанат Алтайыр, Аю рөлінде Жарсуан ұлы Алан. Мен таныстырушымын, Мұрат Адина. Назарларыңызға үшін рахмет.